Сәлем достар, бүгін асқабақтан жасалатын крем сорпа дайындаймыз. Бұл өте нәзік, дәмді болып шығады. Ол үшін бізге бір пияз, бір сәбіз, 2 картоп және де жарты килодай шығатын асқабақты дайындап аламыз. Және бір сарымсақ керек. Пиязымызды өте майдалап турап аламыз, жіңішке етіп. Пияздан кейін сәбізді де видеода көрсетілгендей етіп турап тастаймыз. Картопты да, асқабақты да видеода көрсетілгендей етіп, қайнаған кезде тезірек пісетіндей етіп турайсыздар, өздеріңізге ыңғайлы етіп. Дәл осы менің рецептім бойынша жасасаңыздар, осы сорпа өте дәмді болып шығады. Кішкентай балаларға да барлығына ұнайды екен. Менің үйімде балам да, жолдасым да барлығы сүйіп, тамсанып жеп алды. Әрі жасалу жолы да өте оңай, әрі жылдам болып жасалады. Және де бұл жерде бір керек істерде блендер болуы қажет. Блендерсіз пюре жасау, крем-суп пюре жасау өте қиын. Мен бұл сорпаны 4 адамға лайықтап жасадым. 2 үлкен ересек, 2 кішкентай балаға. Егер де отбасыларыңызда адам саны көп болса, тағы да үстінен қосып, граммдарын барлығын көбейтіп, көбірек жасасаңыздар болады. Мен видеоның басында сарымсақты көрсетуді ұмытып кетіппін. Міндетті түрде 1-2 тал сарымсақты майдалап турап қосып жіберіңіздер. Енді кастрюлямызға немесе қазанымызға май құйып, қыздырып, ең бірінші пиязымызды салып қуырып аламыз. Кішкене пиязымыз қызарыңқырап қуырылған кезде сәбізімізді салып қуырып аламыз. Оны да кішкене 1-2-3 минуттай қуырып алғаннан соң картопымызды және де сарымсағымызды саламыз. Енді үстінен асқабағымызды салып, тағы да бір араластырып, кішкене қуырып аламыз. Енді осы асқабақ картоптарымыздың үстінен салқын суымызды құямыз. Кішкене ғана батып тұру қажет. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мөлшерде құясыздар суды. Содан кейін дәміне қарай, татымына қарай тұзымызды қосып, араластырып аламыз да. Орташа отта бетінде крышкасын, яғни қақпағын жартылай кішкене ашық етіп жауып қойып, 20 минуттай қайнатамыз. 20 минуттан кейін алып қарап, өздеріңіз тексеріп отырасыздар, піскен-піспеген. Міне менде дайын болды. Менде суы, асқабақтың суы бәрі шыққаннан кейін суы кішкене көбейіп тұрған соң бір ыдысқа бөлек құйып алдым. Егер де қатты қою болып баратса, осы ыдыстан қайттан блендермен массамызды өткізіп болған соң қоссаңыздар болады, немесе қоспай қойсаңыздар да болады. Енді кастрюлядағы массамызды, тағамымызды, яғни блендермен жақсылап бір келкі болғанша араластырып езіп шығамыз. Мінекей түсі әдемі бір келкі масса болып шықты. Бұл жерде мен қалған сорпасын қоспадым, өйткені менгі сұйықтығы жақсы болды. Енді үстінен сливке қосамыз. Сливке кемінде 10% болу қажет. Менде 10%, немесе 20% қоссаңыздар да болады. Блендермен тағы да бір жақсылап араластырып болғаннан соң кесемізге құйып, тағамымызды ұсына берсек болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі түсті болып, аппетитті ашатындай болып піседі. Тағамыздың бетіне асқабақтың дәнектерімен немесе көк пияз, сухаримен сәндесеңіздер болады. Ас болсын, сіздермен болған Жанат.